нәрсемізді аузына түсіріп алғысы келіп тұрады. Ұялмағырлар ұялмастан бізді жегісі келіп тұрады. Мен сол сорлы балам өлгеннен бері соларда көрген зорлығымды айтайын деп отырмын. Жақыпым өлді. Одан бір жұма кейін жығылғаным үстіне жұдырық болып ұрғашым да өлді. Күндіз-түні жылауда болып есеңгіреп отырғанымызда бұл үйдің еркектері кетті. Тыңғы ұрғашы үй болып отыра алмайды. Дүние-мүлкін әкетеміз, әйелдерді қолды-қолымызға аламыз деп сол балалардың беті жабылмай жатып сөз жүргізді емес пе? Жақынның тірісінде ағайын ішінде жақын көріп, бауырына тартып, тапқан азын аулағының жартысын жырып беріп жүрген Ысмағұл не қылды? Жақыпым өлгенде бата қылушыларға қойымды сойғамын деп, мұқашым қысылып жатқанда даладан ет таусылса сойып аламыз ба деп отырған жалғыз ту қойым да кетті ғой. Менің балам тірі болса, соның тіршілігінен аужалауып телміріп отырушы еді. Балақтағы биттің басқа шыққанын көрмеймісің? Сол балам солар үшін не көрмеді? Сол тірі болса, маңына келер ме еді? Ей,